Қайырлы күн, саламатсыздар ма, ұстаздар? Келесі бір презентация жасайтын платформаны таныстыратын боламын. Emaze, немесе Emaze. Енді кім қалай атағысы келеді, солай атай беріңіздер. Ең бастысы бұның платформаның бізге беретін пайдасы болып тұр ғой. Бізде негізгі бет тура осылай көрінеді. Кез келген сайт сияқты, бұл да сіздің тіркелуіңізді сұрайды. Google аккаунт арқылы немесе почталарыңыз арқылы тіркелесіздер. Мен оны көрсетпейтін боламын. Себебі каждый сайтқа тіркеле білу керексіздер. Мынандай құралдарды пайдалану үшін хотя бы алдыңызда мынандай ұяшықтар тұрады, қазақша окошкалар тұрады. Ішінен presentation деген таңдап, бүгін тек презентацияны көрсететін боламын. Презентацияны бассаңыз, сізге осындай бір шаблондар шығады. Мына жерде қарасаңыз, білім, шығармашылық, салалар, сатылымдар, тренинг, 3D деп тұр. 3D бар ма деп сұраған кісілер көп болғандықтан, именно 3D-сін басайық. Мынау алдымызда қазір көрсетіп тұрғанның барлығы 3D болып есептелінеді. Осы жерден өзіңізге ұнайтын, мысалы интернетте өріп жүрген нәрсе, именно осы мына жерде қарауды басасыз да, слайдыңыздың шаблоны осы түрде болады. Және бұның ең кілт сөзі, ключевой нәрсесі, адамдар қызықтырып тұрған нәрсесі бір слайдтың келесі бір слайдқа ауысуында болып тұр ғой. Мына жерде бомба болып ауысады ма? Қараңыздар. Осындай түрде ауысады. Қазір видеоны сезілді. Бесе басқа біреуін көрсетейін, мысалы мына бір 3D нәрсені қойып. Соответственно, сіздер өздеріңіз түсініп отырғандай, бұл жерде әдемі шаблонды таңдап, ішіндегі тексті өзіңіз жазу керек боласыз ғой. Осылай ауысады. Бұл енді біз түсіріп атқан жасанды интеллекттерде жаңадан шыққан презентация Canva болсын, басқасы болсын, кешегі ең соңғы түсіндірген жасанды интеллект болсын, олардың ешқайсында именно бұлай ауыспайды. Солар арқылы жасап, солардағы данныйды осыған ауыстырып қойсаңыз болады. Так, мынауымыз қалай ауысады екен? Мынауымыз міне как книжка ауысады екен, бұл өте керемет. Енді бәріңіздің мынаны көргілеріңіз келіп отқан шығар деп ойлап жатырмын, өйткені интернетте именно осы презентацияның бір қысқа версиясы бір жас балалар түсіріпті, өте көп қаралым жинаған екен, осыны көрсетеді сіздерге. Мұны ауысу осылай, осы түрде ауысады. Көріп аласыз, содан кейін, соответственно, ручканы таңдайсыз. Ручканы таңдасаңыз, өзіңіз әбден үйреніп қалған кәдімгі бет қой. Мынау-мынандай деп айтып қажет емес деп ойлаймын. Мына жерде мынамен мәтін жазасыз, мынамен бір келесі бір кескінді вставить етесіз, мынамен бір видео қоясыз, мынамен пішін қоясыз, мынамен өшіресіз, сақтайсыз. Мынамен жаңағы именно ключевой нәрсесі қалай ауысып жатыр, сол нәрсе. Енді бір өзіңіздің бір оқушылардың назарын ұстап қалғыңыз келіп сол нәрсе болса, осы презентация өте керемет презентация деп ойлаймын. Мына жерден өздеріңіз жаңа бет қоса беретін боласыздар, осылай. Не сияқты тура. Мынамен көрдіңіздер ғой ауысып жатқан түрін. Осылай жаңа бет қоса беретін боласыздар. Кейін бұл жерде сақтауда, мына жерде жүктеп алуды бассаңыз болады, PDF түрінде сақтасаңыз болады, HTML деген, яғни код түрінде өзіңіздің қандай да бір сайтыңыз болса, мынаның кодын сол жерге қойсаңыз, код түрінде көрінеді. Бейне енді так ясно деп ойлаймын, VE деген программаның өзінде. Ал мынау поделиться, яғни бөлісуді бассаңыз, просто ссылка түрінде сақтап алсаңыз болады. Кейіннен сол ссылканы керек смарт тақтаңызға, ноутбугіңізге жібересіз. Сол арқылы
ашып отыра бересіз. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе сіздің өз талғамыңызға сәйкес презентацияны таңдап, ары қарайғы мазмұны өзіңізде тұрады. Ауысуында енді әңгіме жоқ. Өте керемет ауысады. Сіздің тыңдаушыңыздың презентация көрсеткіңіз келген адамның назарын толықтай ұстай алады. Жалпы қысқа нұсқау осы, лайк басып, келіп комментарий жазып кетіңіздер. Біз тынбай әрі қарай келесі бір жасаған интеллектті немесе платформаны түсіндіретін боламыз. Және нақты қандай платформаға түсіндірме видео көргілеріңіз келетінін комментарийға жазып кетсеңіздер де өте керемет болар еді.